Ертеде бір кедей жолаушылап жүріп иесіз даламен бұхар шаһарына келіпті. Қалаға кірген бетте ол тұп-тура ханның сарайына барады. Ханның ауызғы үйіне киімін шешіп, жайланып қоржынның азығын алып жей бастайды. Хан жендіктерді әлгі жолаушының ешқайда мойын бұрмай тіке ханның үйіне келгенін көріп қайран қалады. Сасқандарынан не қыларын білмей тұрып, ақырында жолаушыны қуа бастайды. Жолаушы: "Қумаңдар, кішкене дем алып алған соң өзім-ақ кетемін." "Сен бұл арада неғып отырсың?" деп ашуланып сұрайды күзетші. "Тамақтанған соң 2 сағат дем алып, өз жолымен кетемін" дейді. Күзетшілер ханға барып жағдайды баяндайды. Хан келіп: "Әй әдепсіз кедей, менің сарайымда саған қонақ үй емес" деп айқай салады. "Бұл үй сенің сарайың ба? Бұхардың ханы, айтшы, бұл сарайда сенен бұрын кім тұрды?" деп ханнан асықпай сөз сұрапты. "Менің әкем тұрды" депті хан. "Сенің әкеңнен бұрын кім тұрды?" деп сұрайды жолаушы тағы да. "Бұл үйде менің атам тұрды" дейді хан. "Атаңнан бұрын кім тұрды?" дегенде, "Атамның әкесі тұрды" депті. "Сонан соң бұл сарайда кім тұрады?" деп жолаушы сұрағанда, "Менің балам тұрады." "Сенің балаңнан кейін тұрады?" "Менің немерем тұрады." "Құдай бұйырса, менің тұқымның әйтеуір біреулер тұрады да" деп хан жауап беріпті. "Мінекей, байқасаңыз, бұл сарайда бір адамнан соң бір адам тұрады екен. Солай болса, сіздердің бәріңіз бұл сарайды қонақсыздар." Ашуланған хан ойланып тұрып нөкерлеріне: "Жолаушыма тамақ сый беріңдер" деп әмір қылыпты. Жолаушы тамағын жеп демалады да: "Мен жолаушымын, маған мұндай сый керек емес. Дүние мүлік адамға жолдас болмайды. Бәріміз де бұл өмірге қонақ екенбіз. Сондықтан әркім Құдайдың өзіне берген несібесіне қарай күн көреді деп сыйдан бас тартып, бұған хан риза болған екен.